Сырымның ойына әсем түссе, оның қылығына қытығы келгендей, әбден дегбір кететіні бар. Жүрегі дүрсілдеп, денесі бір сып бір суиды. От қой ол, от. Ұялы телефоны шиқ ете қалды. Түскі сағат 1-де деген SMS тоқып, Сырымның мүлде мазасы кетті. Хатшысына, бүгін мен болмаймын, үйдегілер сұраса, тендердің жұмысымен кетті дерсің, деп айтты да, әсем екеуі үшін арнайы сатып алып қойған пәтерге бет алды. Жолда келе жатып, бір досының сөзі есіне түсіп, мырс етті. Балдыздікі балдан тәтті, таппайтынды жоқ бұл қазақтың. Бәрін айтып қойған ғой, тек біз біле бермейміз. Осы әсем мектепті бітіріп, Әлия ауылдан ертіп келгенде, кіп-кішкентай қыз болып көрінген көзіне. Елеген де жоқ басында. Әлия екеуі үйленгелі, үйлерінде кім жүрмеді. Қанша қызды ұзатты. Басында екеуі де студент, пәтер жалдап жүргенде, өзінің қарындасы мен Әлияның сіңлілері қатар жүрді. Бір бөлмелі пәтерде солардың ұйықтауын күтіп, сарылып жатқан уақыттарын айтсаңшы. Кейін олардың балаларды жүрді. Әйтеуір зырылдап өтіп жатқан уақыт. Қазір ғой, қанша адам жүрсе де білінбейді. 3 қабатты үйден. Санай берсе, бұрын бір бөлмелі жатақханада 7 адам тұрыпты. Ол кезде Әлия қандай еді? Тура осы әсем сияқты жанып тұратын. Жүрегі шым ете қалды. Уәделі жерге келіп тоқтағаны сол еді. Әсем машинаның артқы есігінен кірді де, дереу Сырымның қолын сүйе бастады. Жаным, сағындым сені. Қанша уақыт болды? Әпкем жаныңнан шықпай қойды ғой, деді Әсем Сырымның қолын ұстап тұрып. Қойш осындайыңды. Бір кездескенімізде көңіл күйді бұзбай. Өзің көріп жүрсің ғой, үйде күнде қонақ. Әлиян емес, қонақты тастап кетіп қалғаным ұят қой, деді Сырым Әсемнің қолын қысып. Иә, енеңмен қайнатаң келіп шыға алмай қалдың ғой. Менің енем мен атам болса, сенің атаң мен әжең. Қой, осы жерде тағы да ұрысып қаламыз. Жүрші, пәтерге барайық. Бүгін түнге дейін уақытымыз бар. Әпкең ағаңның үйіне қонаққа кетті, деді Сырым. Атам мен әжем ағамның үйінде ме? Олар қашан келеміз деп кетті, деп Сырымға сұраулы жүзбен қарады. Білмеймін, ұлының үйінде 1-2 күн жататын шығар. Өздерінің махаббат ұясы деп атайтын арнайы сатып алған пәтеріне қол ұстасып кірді. Қашан көшеде сенімен емін еркін, жан жағыма жалтақтамай құшақтап жүреді екенмін, деді Әсем подъезге кіргесін басын Сырымның иығына қойып. Сырым үндеген жоқ. Не дейді? Өзі де білмейді. Махаббат ұясы деп Әсемге арнайы сатып әперген пәтердің кілті екеуінде де бар. Әсем бұл үйді өзінің талғамымен жасаулап қойған. Сырым мен Әсем 2 жылдан бері түскі астарын осы жерде ішіп жеп, сағыныштарын басып кетеді. 3-4 күн бойы үйде көздермен ғана аймаласып, ойша ғана бірін-бірі сүйіп құшып жүрген ғашықтар есіктен кіре сала жабыса кетеді. 20-ға енді толған қыздың денесі қандай, талшыбықтай майысып, ермесіңе қоймайды. Сырым жас қыздың махаббатына мас болып үнсіз жатты. Әсемнің өзін ерекше сүйетініне көзі әлде қашан жеткен. Ас үйде әндетіп шай қойып жүрген Әсемге сүйсініп қарап жатып ойға шомды. Балдызы екеуінің қарым-қатынасы туралы ойлай бастап еді, жүрегі құрғыр тағы шым ете қалды. Күннен күнге Әлия екеуінің арасы суып барады. Үйде жүрген кезде Әлияны еркелетіп, ең болмағанда қолынан ұстайын десе, қастарында жүрген Әсемнен батпайды. Өз үйінде өзі ұрлық жасап жүргендей, қатынына жолаудан қалды. Әлия екеуінің анда-санда шүйіркелесіп отырғанын көрсе бітті, Әсемнің мазасы кетеді. Түскі кездесу ұрыс-керіс, жылау-сықтаумен аяқталады. Әлияға сіңліңді бөлек шығар десе, кіп-кішкентай қызды жалғыз қайда шығарамын? 3 қабатты үйден бір бұрышыңды қимайсың ба деп, ертең ағам сөйлемей ме деп, ол әңгімені тоқтатып тастады. Қайнағасы келген сайын, Құдай бізге сендей күйеу баланы бергеніне рахмет. Қыздың оқуын төлеп те жатырсыңдар, үйлерінде тұрып та жатыр. Ауылда отырып қызымыз не болды деп қайырмаймыз да, уайымдамаймыз, рахмет деп кетеді. Ал бұл жүр, не істерін білмей басы қатып. Басында жеңіл қалжыңнан басталған балдыз бен жезде ойыны енді міне өзінің ойынша өмірлік машақатына айналып тұр. Тұрыңыз жезде.
Шай дайын, деді мазақтай кірген Әсемді қолынан ұстап өзіне тартып еді, ол да құшағына құлай кетті. Күндегідей асығыс емес. Бүгін екеуі де еркін. Түнге дейін уақыт бар. Әсем кеше атаммен әжеммен бірге ағамның үйіне барамын деп Әлия әпкесінен сұранып кеткен. Кіші қайнысының үйі маңайда, балдызын кештетіп апарып тастаса болды. Ешкім де күдіктене қоймайды. Ал Әлия бүгін мұны іздестірмеуі тиіс. Екеуі шай ішіп, жаңбырдан кейін шайдай ашылған Алматының ажарына терезеден қарап отырып, өздерін бақытты сезінді. Бірақ бұлардың тып-тыныш, емін-еркін отырыстары ұзаққа созылмайды. Әсемнің ойына әпкесі түссе бітті, түр басы өзгеріп, жездесін қызғанып, жылап-сықтап мазасын кетіреді. Ол сондай ұрыстардан кейін осымен бәрі бітті деп қанша айтты? Қайдан? Үйінде ары-бері көз алдында көлбеңдеп, тәтті қылығымен мұны өзіне тез-ақ тартып алады. Әпкесіне осының бәрін қалайша сездірмейтініне сырымның таңы бар. Не дегенде де балдызының жап-жас тәнін тез-ақ сағынып қалады. Әлгіндегідей ұрсудан соң сенің қатының болса, менің баратын жерім бар дегендей кейіп танытып, қызғанышын оятып мазасын қашырады. Ақыры өзінің қалай Әсемнің қойнынан шыққан білмей қалады. Көзден кетсе көңілден кетер меді. Бірақ Әсем 12 ай бұның үйлерінде. Жезде, осы жүрісімізді бір күні әпкем біліп қойса қайтеміз? Қойшы Әсем, сен де айта береді екенсің. Ол қайдан біледі, егер сен өзің айтып қоймасаң? Қашанға дейін осылай тығылып жүре береміз? Біліп қояма деп қатты қорқам. Ойласам, өле салғым келеді. Қай Құдай мені сенің үйіңе алып келді екен? Әсем, осы күнді ұрыспай, ренжіспей өткізейікші. Қанша күннен бері сенің есіңді сағындым. Саған айтуға оңай. Мен күнде Құдайдан әпкем біліп қоймаса деп тілеймін. Бірақ сені көрген кезде өзімді ұстай алмай қаламын. Мен де ұсталып қалып, елге қарабет болам ба деп қорқамын. Басқа қыз жоқ па, дейді ғой естіген жұрт. Құшағындағы қызды құшақтап жатқан сырым негізі өзіңнің ешкімнен қорықпайтынын, тек балаларының көңіліне қаяу түсіргісі келмейтінін ойлап жатты. Қасындағы кәсіпкер досы Ерлан да тоқал алып алған. Бірақ бақыттан бас айналып жүргенін көрген жоқ. Бәйбішесі Ерланмен мүлдем сөйлеспейді. Балалары әкесінен көңілдері қалып, бізді бір қатынға бола тастап кетті деп өкпелеп жүр. Тек ақша керек болғасын ғана бәйбіше де, бала да кетпей отыр. Ал тоқалынан бала туып, бәйбішемен басқасудан басқа тірлігі жоқ. Анда-санда кездесіп сөйлесе қалсаң, біздің баламыз екінші сорт, бірінші орында бәйбішенің балалары. Бұл кісінің ойында солар ғана деп зарлайды да отырады. Бүгінде Ерлан өліп өшіп алған тоқалынан безіп отыр. Қазір екі қатынға да қарамай, кездесе кеткен қызбен сыртта көңіл көтеріп жүр. Ана жолы бұл, Әсемді алам ба не істеймін деп Ерланға ақыл қос деген кезде Ерлан: "Сіреке, менің ақылымды тыңдасаң, бір қатынмен ғана өмір сүруге екен. Сонда адамның көңілі орында, өмір тыныш өтеді екен. Жүрме демеймін, жүр. Бірақ тоқал алып, онымен бақытты болып кетем деп ойлама. Бір-бірінен қызғанып, шақшадай басыңды шарадай қылады. Не қыласың?" деді. Бірақ Әсемнің жөні басқа сияқты. Өйткені ақшаға бола жүр дейін десе, әпкем біліп қояды деп бір тиын алмайды. Әпкесі берген тиын тебенге қанағат етіп жүре береді. Сырым осы жасқа дейін етегіне намаз оқып жүрген жоқ. Талай қызбен жүрді. Әлия бірін білсе, бірін білмеді. Бірақ сол қыздардың біреуі де бала сүйіп, осы менің некелі жарым болсын деген ой келмепті. Әлия ауылына тойға кеткенде, Сырым жұмыстан шыға алмай үйде қалып, Әсемнің қойнына кірген күннен бері тоқал алсам деген ой басынан шыққан емес. Сол күні әлі көз алдында. Ол кезде Әсем 18 жасар, аузынан ана сүті кетпеген, кіп-кішкентай қыз болатын. Бұл Әлия жоқ болған соң үйге түнделетіп асықпай келді. Машинасынан шығып, қақпаны ашайын деп түскелі жатқанда, қақпаны Әсем ашып, бұл машинасымен кірді. Жезде, аспазшы кетіп қалды, бірақ тамақ дайын тұр, ішесіз бе? деді. Көйлегі қып-қысқа, тал бойына жабысып тұрған Әсемге ту сыртынан тұңғыш рет үздіге қарады. Әлия жоқ, ал ұлдарының өзінің сұранып кеткенінен біліп тұрса да. "Үйдегім бар?" деді.
Ешкім жоқ, бәрі кетіп қалды. Келіп қалатын шығар, деді де ас үйге қарай жүрді. Сырымды артынан келе жатып, Әсемнің қыз ретінде уылжып пісіп тұрғанын көрді. Қай шайтанның түрткені белгісіз, тамақ ішіп отырып, Әсем, шарап ішейік, деді. Бетіне аңтарыла қараған Әсемге ешкім жоқта жездемен балдыз болып, бір стаканнан ішсек, ешкім сөге қоймас, деп ең жақсы градусы көптеу шарапты көтеріп келді. Шарап та бітті, бұл да өрекпіп, күйіп жанып тұрған қыздың қойнынан бірақ шықты. Жуынып, есін жиғасын, Әсем, бірінші түнді сізбен өткізсем деген арманым орындалды, деді. Жылап еңіреп, есімді тандыратын шығар деп қорқып жатқан Сырым таңғалғаннан төсектен тұрып кетті. Сөйтсе Әсем Алматыға келмей тұрып ақ бұған ғашық болып қалған екен. Әлия екеуі жас кездерінде қайын жұрттың жақсылығы мен жаманшылығынан қалмайтын, ел жейтін, нан таппай отырған сол кезде бұлар шетелдік машина мініп, шырттай киініп ауылға баратын. Әрине, ешқашан құр қол барған емес. Әлия барлық туған туыстың жоғын түгендеп, Алматының базарын көшіріп баратын. Әсемнің бала кезінде елдің бәрі Әлияның бағы бар, Сырым жігіттің серкесі ғой, деп ауыздарының суы ағып мақтайды екен. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп бекер айтылмаса керек. Әсемде ес білгелі жездесіне ғашық болған көрінеді. Өйткені жездесі өзі көріп жүрген ауылдың жігіттеріне мүлдем ұқсамайды. Сымдай тартылған, ине жіптен жаңа шыққандай костюм шалбар киіп, галстук таққан, қымбат машина мінген жігітке ауылдың талай қыздарының көзі түскен. Оған Әсемнің көзі куә. Іштей жақын туыс сынайтын жездесін сол кезде тұңғыш рет қызғанып еді. Сондықтан оқуын бітіріп Алматыға келгенде әпке жездесінің табалдырығын өрек бөлі көңілмен аттады. Әсем мектеп бітірісімен Алматыға асыққан. Алматыға келген соң ғашықтығы тіптен асқына берген. Өзінің сөзімен айтқанда жездесі балдызына бір жылдай қарамаған, елемеген сияқты. Сол күннен басталған антызарлық түгел іскемек түгелі гүлдеп те келген. Сырымның түсінгені жап-жас қыздың ғашықтығы еріксіз баурап алады екен. Бұрындары көрінген қызға қарындап, көне қалса бір жата салатын Сырымның қазір бар ойы ынтасы да Әсем. Bir күн көрмесе ақыл естен айырылатындай халге түсті. Таң атаратпастан SMS келді. Күтемін депті. Сырым бұл SMS-ке таң қалғаны сонша, ертеңгі асты іше сала жұмысқа бармай, Самалық Шам ауданындағы өздерінің махаббат ұясына келді. Әсемнің бостан-босқа SMS жазбайтынын Сырым білетін. Әртүрлі оймен миы қатып, машинаны әрең айдап келді. Қоңырауды басып еді. Әсем бұны есіктің алдында күтіп отырғандай тез ашты. Көзі жылағаннан ісіп кеткенін көріп, Сырым, не болды, тыныштық па? Дегені сол еді. Әсем мұны бас салып құшақтап, енді не істейміз деп аңырай жөнелді. Дегенде шошып кеткен Сырымға Әлия біліп қойды ма деген ой келді. Бірақ қазір ғана үйден шықты ғой, тып-тыныш еді. Тағы не болды сонша? Таң атпастан ойбай